Королева Ухи дорамасы мінеки 4 бөлімі ғана шықты, 4 бөлімнің барлығын көріп тастадым. Менің инстаграмдағы сторисімде осы тұтына талқылап отырдық. Егер қызық болып жатса, инстаграмыма тіркелуге шақырамын. Қалған 4 бөлімі бұйыртса келесі аптада жарыққа шықпақ. Бұл жерде не туралы дәл қазір айтып берем. Кішігірім спойлер болуы да мүмкін, сондықтан егер спойлерден қашатын болсаңыздар, бұл видеоны көрмеңіздер. Королева Ухи басты рөлде бізде Чон Джон Со, маған бұл актриса Балерина фильмде өте қатты ұнаған, фильмді көруге кеңес беремін. Сақ студияның ақыл тобында бар. Актриса өзінің рөлін өте керемет сомдаған еді. Бұл жерде де өте ғажап. Менің ойымша бұл актрисаға сондай бір дерзкий рөлдерді ойнаған жарасады. Сондай-ақ бұл жерде бізде Когорю патшасы Чжи Чанук, одан кейін өзге де актерлер бар. Ол Ли Су Хёк, Сон Же Рим және басқа да актерлер. Драманың басында патша өліп қалады, ал патшайым бізде осы Ухи. Енді ол әмеңгерлік бойынша қайнылардың біріне тұрмысқа шығу керек, өйткені билікті сақтап қалу үшін, патшайым болып қалу үшін өте ғажап драма болар деп қатты үміттенген едім, бірақ ожидание реальность болып қалды. Неге? Өйткені плюс 18 бар бұл жерде, өте қатты ашық көрсетіледі. Одан кейін лесби тема бар, яғни әйел мен әйелдің әрі қарай түсіндіңіздер деп ойлаймын, сол да көрсетіледі бұл жерде. Мен үшін шок жағдай болып қалды. Мүлдем күткен жоқпын бұл драмадан ондайды. Жалпы бұл драмада Чжи Чанук патша болады, одан кейін Чон Джон Со королева болады деген кезде мен өте қатты қуанған едім, асыға күткен едім. Сол бір 3 серияға дейін ожидание реальностьпен отырдым, бірақ 4-ші сериясы маған ұнады. Әрі қарай не болатыны қызық, королева кімге тұрмысқа шығар екен деген ой қалыптасады. Өйткені бұл жерде билікке талас басталып кетті. Патшаның өлгені енді ғана барлық ханзадалар да, басқалары да билікке отырғысы келеді. Бұл жерде менің ойымша король, королева және корольдің ең кенже інісі ғана жақсы кейіпкерлер сияқты, ал қалғанның барлығы билікке талас, тіпті өзінің әйелін өлтіруге де, туған бауырын сатып кетуге де дайын тұрған жандар. Сондай бір драма болды. Бұл айтқан кезде қазір менде 4 сериядан кейін бір неоднозначно болып тұр. Қалған 4 сериясын көргесін мүмкін ойым басқаша болатын шығар, мүмкін маған ұнайтын шығар. Әзірге ойым осылай болып тұр. Бір қатты ұнады деп те айта алмай тұрмын, ұнамады деп те айта алмай тұрмын. Негізі бұл дораманы басында фильм қылып шығарғысы келген, бірақ ойлана келе сериал қылып шығарған, мүмкін содан шығар. Дораманы көрдіңіз бе? Ойларыңыз қандай? Оны төменге жаза кетіңіздер.